Сәлем оқырман, Сәуленің арнасына қош келдің. Арнама тіркеліп, лайк басып, қолдауды ұмытпа. Сәлем оқырман, арнама қош келдің. Жалпы, сәбіздің біз білмейтін қасиеттерін білесіз бе? Ендеше видеоның соңына дейін тыңдаңыздар. Адам өмірі үшін аса бағалы дәрумендер мен минералды заттарға бай тағы бір өсімдік ол сәбіз. А дәрумені, калий тұзы мен каротинге бай өсімдік ағзадағы тұзды, судың айналасын реттеп, судың денеден бөлінуін қамтамасыз етеді. Пайдалы қасиет сәбіз шырынында көбірек сақталады. Сондықтан да оны кішкентай бөбектер, болашақ және бала емізетін аналар асқазан, бүйрек, жүрек, қант диабет ауруына шалдыққан жандардың көбірек пайдаланғаны жөн. Ересек адам күніне 1 стакан сәбіз шырынын пайдаланса, әбден жеткілікті. Тек сәбіз шырыны тұрып қалмауы керек. Ұзақ тұрып қалса, шырынның сапасы өзгеріп, емдік қасиеті жоғалады. Сәбіздің ағзаға берер пайдасы халыққа ертеден-ақ белгілі. Ежелгі Рус елінде сәбіздің көмегімен тыныс жолдарын, жүрек пен бауырды емдеген. Қазіргі таңда ғалымдар сәбіздің құрамындағы әрбір дәруменге кеңінен тоқталып, оның емдік қасиеттерін тарқатып айтуда. Сәбіз құрамындағы А дәрумені адамның бойын өсіреді, көру қабілеті мен теріні жақсартуға ықпал етеді. Бұл дәрумен жұмыртқа, бауыр және сүт өнімдерінде кездеседі. Сондықтан да сәбізді осы тағамдармен бірге пайдаланса болады. Сәбізді қаймақпен араластырып пайдаланса, оның құрамындағы каротиннің едәуір бөлшегін адам ағзасы өзіне оңай сіңіре алады. Еуропа елдерінде сәбізді балмен араластырып сақтайды екен. Мерекелік басқосуларда еуропалықтар бір-біріне балда сақталған сәбіз сыйлайды екен. Бұл денсаулығың мықты болсын деген ниеттің белгісі. Сәбіздің құрамында каротиннен бөлек адам ағзасына сіңгенде глюкозаға айналатын 6-8% қант бар. Ол көбіне сәбіздің сыртқы жұлқа қабығында сақталады. Ал ортаңғы өзегі аскорбин қышқылы мен Б дәруменіне бай. Сәбіз қаны азайған адамдарға өте пайдалы. Оның құрамындағы фолий қышқылы қанның қызыл түйіршігі эритроциттерге тез айналады. Бұл қышқыл картоп пен асбұршақта да кездеседі. Бірақ оны көбіне қайнатып барып пайдаланамыз. Ал сәбіз шикі күйінде де дәмді. Басқа өсімдіктер сияқты сәбізде минералды заттар көп. Соған орай бүйрегі, жүрегі, қан тамырлары ауыратын адамға сәбіздің пайдасы мол. Сәбізді көптеген тағам түрлеріне қосып әзірлеуге болады. Сәбізді тері күтіміне пайдалануға да болады. Дәрумендерге бай сәбізден жасалған маска терінің табиғи қалпын сақтауға тартылып тазаруына ықпал етеді. Күйік шалғанда үкіштен өткізілген сәбізді жара мен сызаттарға басса теріде күйік ізі қалмайды. Мінекей сәбіздің осыншама пайдасы бар екен, бірге біріп алдық. Құрметті оқырмандар, сіздерге болған сәуле, назарларыңызға рахмет. Комментарийға міндетті түрде пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Ауырмаңыздар. Келесі видеоларға дейін сау, саламат болыңыздар.